Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы ұлт зиялысы Әлихан Бөкейхановтың туғанына 155 жыл толуына орай «Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын» атты тарих монологын ұсынады. Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов, көрнекті қоғам қайраткері, Ресейдің жергілікті және қалалық қоғам қайраткерлері съезінің депутаты, Ресейдің бірінші мемлекеттік думасының және мұсылман халықтары съезінің депутаты, 4-ші мемлекеттік думаның мұсылман фракциясының бюро мүшесі, Санкт-Петербург масоны, қазақтың 20 ғасыр басындағы ұлт-азаттық қозғалысының негізін салушы әрі көсемі, халқымыздың тұңғыш саяси Алаш партиясының ұйымдастырушысы және ұлттық Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, ғұлама ғалым, ормантанушы, экономист, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, аудармашы әрі дарынды публицист. 1866 жылы 25 наурызда Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7-ші ауылында дүниеге келген. Бұл қазіргі Жезқазған облысы Ақтоғай ауданына қарасты Қаратал ауылы. Ол қазақтың ақырғы ханының бірі, Бөкейден тараған ұрпақтың 4-ші буыны, Бөкей ханның шөпшегі. Жасынан зерек, алғыр өскен Әлиханды әкесі Қарқаралыға алып барып жергілікті молданың қолына оқуға береді. Бірақ ол молданың қолынан оқуды қанағат тұтпай, қаладағы 3 сыныпты бастауыш мектепке ауысады. Оны бітіргеннен кейін Қарқаралы қаласының қазақ балаларына арналған мектепте тәрбиеленіп, оқу барысында үлгілі тәртіп танытқан. 1886 жылы ол Омбыға келіп, жергілікті 4 жылдық техникалық училищеге пансионер болып қабылданды. Ол 1890-1894 жылдары Санкт-Петербургтегі Орман институтының экономика факультетінде оқыған. Аталмыш оқу орнын ойдағыдай бітіріп, Әлихан Бөкейханов 1894 жылы Омбы қаласына қайта оралды. Омбы қаласындағы Орман шаруашылығы училищесінде математика пәнінен оқытушы болып қызмет істейді. Осы жылдары социалистік бағыттағы Степной край газетінің қызметіне белсенді түрде араласып, оның редакция алқасының құрамына кірген. Әлиханның Омбыдағы жылдары оның көрнекті қоғам, саяси қайраткер ретінде де педагогтық, ғалымдық, әдебиеттанушылық талантын жан-жақты ашып берді. Ол қазақ халқының тұрмыс тіршілігін, мәдениетін, шаруашылығын, төрт түлік малын, жер суын жан-жақты зерттеген санаулы ғалымдардың бірі. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың өмірінде Семей қаласының алатын орны айрықша. Әлихан Бөкейхановтың 1896-1903 жылдары Семей және Ақмола облыстары уездерінде қазақ жер пайдалануын зерттеумен айналысқан Щербина экспедициясына қатысып, қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық өміріне, мәдениеті мен тарихына қатысты бірқатар ғылыми құнды еңбектерді жазуы, ұлы ақынымыз Абайдың әдеби бай мұрасымен етене жақын таныс болуы, өзінің Омбы кезеңінен жақсы білетін досы, орыс ғалымы Иван Филиппович Гусевтің айтуымен шәкәрім еңбектеріне баса көңіл бөліп, кейінде қазақ газетінде Қалқаман мамыр поэмасы туралы пікір білдіруі, тағы басқа оқиғалар оны үнемі шетте, Омбы, Петербург қалаларында оқып, қызметте жүрсе де, Семей зиялыларымен барынша жақындастыра түседі. Сіздердің назарларыңызға кітапхана қорындағы Әлихан Бөкейхановтың кітаптарына библиографиялық шолуды ұсынамыз. Әлихан Бөкейхан шығармаларының 7 томдық толық жинағы Астана Сарыарқа баспасынан 2009 жылы басылып шыққан, 564 беттен тұрады. Бірінші том қазақтың көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы әрі көрнекті публицисі Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның тұңғыш толық шығармалар жинағы 1889-1937 жылдар аралығында мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми монографияларын, ғылыми зерттеулерін, саяси публицистикасын, әдеби сын мақалалары мен аудармаларын және жеке хаттарын қамтиды. Ісімақова Айгүл, тәуелсіздік және алаш ғылымы, зерттеулер, мақалалар, Алматы Дәстүр баспасынан 2015 жылы басылып шыққан, 288 беттен тұрады. Бұл кітапта алаш ғалымдары Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Иса Байзақов, Мұхтар Әуезовтің әдебиеттанулық зерттеу еңбектері 21 ғасырдағы әлемдік әдебиеттану контекстіне жаңаша қарастырылған. Аталған ғалымдардың әдеби зерттеулері тәуелсіз кездегі қазақ ғылымына қажет екені айқын. Сондықтан бұл кітап алаштанушылар мен көпшілік оқырман қауымға да арналған. Бұл зерттеуді қазіргі қазақ тілі мен әдебиетін, теориясын тереңдете оқытатын мектептерде, жоғары оқу орындарындағы филология және журналистика факультеттерінде, арнаулы курстар мен семинарларда көмекші құрал ретінде пайдалануға болады. Серік Қирабаев, қазақ әдебиетінің тарихы, 10 томдық, 6-шы том,
Алматы Қазақпарат баспасынан 2006 жылы басылып шыққан. 610 беттен тұрады. Қазақ әдебиеті тарихының 6-шы томында 20 ғасырдың басындағы әдеби процестерге талдау жасалған. Сол кезеңдегі әдебиеттің даму ерекшеліктері сарапталып, белгілі сөз зергерлерінің мұралары зерттелген. Кітапта халық поэзиясы өкілдерімен бірге алаш қайраткерлері қалыптастырған жаңа әдебиеттің сол кезеңдегі жай-күйі және өркендеу жолы, ұласу заңдылықтары қарастырылған. Дихан Қамзабекұлы, Алаш арқауы, зерттеу мақалалар. Алматы Қазақ энциклопедиясы баспасынан 2017 жылы басылып шыққан. 408 беттен тұрады. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор, алаштанушы Дихан Қамзабекұлының бұл кітабына елдік және мемлекетшілдік тарихымыздың айрықша кезеңі, алашқа арқау болған құбылыстар, тұлғалар, ұйымдар, жиындар, ізденістер, оқиғалар туралы әр жылдары баспасөз бетінде жарияланған зерттеулері мен мақалалары енгізілген. Кітап ұлт руханиятына ынтызар жалпы қауымға арналған.